Good day, сәлем. How are you? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі қарастыратымыз should етістігі. Каналыма тіркеліп кетіңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Ұнатқан видеоға лайк басыңыздар. Should модальды етістік. Бұл мынандай етістіктермен ұқсас келеді екен. Can, must. Және де бұлар тәуелсіз етістіктер болып бөлінеді. Және де should бұл бізде көбіне интеллигентті етістікке жатқызамыз. Should етістігі мағынасы мен қолданылу жағынан must етістігіне ұқсайды. Ұқсастықтарынан мысалы must, should екеуі де барлық етістіктермен жүреді, және де көмекшілер керек емес. Ұқсастық жағынан мынандай, және should and must to частицасы қойылмайды. Мысалы, you must help your mom, you should help your mom болып келеді. Ал айырмашылығы жағынан бұл аудармада міндетті және керекті деп болып бөлінеді. Салыстырақ, you must do your homework in the afternoon, сен үй тапсырмасын күндіз орындау міндетті, және тура сондай, бірақ сен тиіссің, яғни кеңес беру кезінде қолданамыз. Болымсыз сөйлемде біз should етістігінен кейін not қойылады. Should not және shouldn't деп қысқартпа түрде айтамыз. You shouldn't eat sweets. Сұраулы сөйлемде should көмекшілер керек емес. Жалпы сұрақта ол я, жоқ. Should I help him? Мен оларға көмектесуім тиіс па? Жауабы no you shouldn't, yes you should болды. The end. Goodbye. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.